Барлығыңызға қайырлы күн, барлығыңызды шын жүректен жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Жаңа жылда сіздерге жаңа табыс және де жаңа бақыт тілеймін. Ал енді мен бүгін айтайын дегенім Brain Master Training деген ойын жайында. Бұл ойын бізге осы ойынды ойнағанымыз үшін ақша төлейтін болады. Және де сіздер ақшаны қайдан төлейді десеңіздер, бұл ойынның ішінде әртүрлі рекламалар бізге шығып тұрады. Сол рекламаны көргеніміз үшін автор ақша алады. Сол ақшамен автор бізбен бөлісетін болады. Және де осы ойынды мен тоқтамастан 1 сағат ойнаймын. 1 сағат ішінде қанша ақша тапқанымды ойыннан, және де ойынның қандай артықшылықтары мен ойынның кемшіліктерін айтатын боламын. Сол себепті видеоның соңына дейін көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басуды да ұмытпаңыздар. Ал енді ойын жайында айтайын. Ең бірінші бұл ойынды сіздер Play Market'тен Brain Master Training деп жазып, скачать етесіздер. Скачать еткеннен кейін сіздерге ойын ашылып жатқан кезде промокод жазатын жер шығады. Сол промокодты жазсаңыздар, сіздерге 100 рубль подаркаға береді. Промокод бетон. Және де міне осы жерге промокод тастап кетемін. Бетон. Ұмытпаңыздар, промокодты жазсаңыздар, сіздерге 100 рубль береді. Ал если жазбасаңыздар, 0-ден бастайсыздар. Сол себепті де промокодты жазыңыздар. Және де промокодты кейін жаза салам деген болмайды. Себебі одан кейін промокод жазатын жер сіздер таппайсыздар. Және де қазір осы ойында тез көрсетіп кетейін, сосын мен өзім 1 сағат ойын ойнап көретін боламын. Дәл қазір менде 104 рубль бар. Мен бетон деген промокодты жаздым. Сол промокод маған 100 рубль берді. Ал 4 рубльді мен ойнап таптым. Мені ең бірінші вывод, Яндекс деньги, ВМР деген не екенін білмеймін, шынымды айтсам киви. Бізге Яндекс деньги киви болатын болса жеткілікті, потому что көп ақша біз киви мен Яндекс деньгиге шығарамыз. Және де екеуінде ашу оңай. Настройкасын көрейік. Бұл жерде тек Facebook пен Instagramға ғана, өздерінің Facebook пен Instagramдарын жазған сұрақтарыңыз болса, сол жерге қойыңыздар деген. Но олар вряд ли сіздерге ответ жазады. Себебі ойын өте танымал. Өте көп адамдар ойнайды. Және де бұл жерде мод бар. Easy деген ең әлсіз. Сосын нормальный. И ең қиыны. Мен ең оңайына қойып ойнаймын. Себебі бұл жерде сіз қандайына қойып ойнасаңыз да разница жоқ. Бәрінде бірдей ақша төлейді. Ал енді ойнап көрсетейін. Міне play'ді басасыздар. Содан кейін сіздерге старт деген бассаңыздар, сұрақ жасырады, типа сіздер соны табу керексіздер міне. Қазір бір ключ алдым. Бұл жерде ключ сіздер әр тапқан кезде сіздерге ключ беріп отырады. 2 ключ болды. 3 ключ. Бағанағы если нормальный и қиын қоятын болсаңыздар, сіздерге осындай қиын сұрақтар жасыратын болады. Мен оңай, себебі пока миымды ашқым келіп тұрған жоқ. Ал если ойын сіздерге ұнаса, өздеріңіздің қарап көресіздер, қиын ойнайсыздар ма, оңайын ойнайсыздар ма. Маған пока осы болады, себебі маған ақша тапсам болды. Ал енді осы 7 ключ таптық. Ключпен енді біз сундук ашатын боламыз. Сундуктан рубль немесе лампа ашады. Лампа деген типа подсказка. Мысалы сіздер жасырған сұрағын таппай қалатын болсаңыздар, сол лампаны басасыздар. Қазір көрсем, сундукты ашайық. Міне дәл қазір реклама шығады. Сол реклама біткеннен кейін сундук ашылады. Сундуктан біз не ақша шыққан, не лампа шыққанын көретін боламыз. Лампа шығатын болса, тағы бір ақша шыққанша ойнап көрсетем. Ал если сундуктан ақша шықса, ары қарай видеоны 1 сағат өшіре тұрып, 1 сағаттан кейін қайтадан қанша тапқанын көрсететін болам. Лампа шықты. Және де бұл жерде ең главный нәрсе, мысалы сіздер дәл осы жерді көрмесеңіздер, ақша таба алмайсыздар. Мысалы next десеңіздер, қазір бұл лампа күйіп кетеді. Қараңыздар, мен next, take деген алу деген, next деген ары қарай деген. Next бассаң, міне лампа біреу болып тұрады, сол күй біреу болып қалды, өтіп кетеді. Если сіздерде ақша шығып next басып жіберсеңіздер,
ақша сіздерге түспейді, жоқ болып кетеді ақша. Міне қазір әр 6 ключ жинаған сайын сіздер сундук аша аласыздар. Менде қазір 4 болды. 2-ден кейін бір сундук аша аламын. Міне 6 болды. Қазір біреуін істей салайын. Қазір көреміз менде не шығатынын. Міне менде қазір екінші сундуктан 4-те 6 рубль шықты. 4-те 6 рубль деген примерно нормальный ақша. Міне 109 рубль болды. Ал енді сіздер өздеріңіз көрдіңіздер қалай шығатынын, қалай ақша осылай болады. Және де міне лампа басатын болсаңыздар, міне точкалар көрсетеді сіздерге. Сондай дәл қазір мен 1 сағат ойнап көрсетемін. Қазір уақытты көре салайын. Міне 21-ден 50 кетті. Міне уақыт 21-ден 50 кетті. Мен 22-ден 50 кеткенге дейін тоқтамай ойынды ойнап, және де сіздерге ойын қандай екен, қалай болғанын айтып беретін боламын. Қазір уақытты көрсеңіздер болады. Міне 22-ден 50 кетті. Ровно 1 сағат бойы мен тоқтамастан ойнадым. Сол уақытта мен примерно 45 рубль жинап үлгердім. 1 сағат тоқтамай ойнап 45 рубль жинап үлгердім. Ал енді ойынның кемшіліктері. Ең бірінші бұл ойында сундук, мысалы қараңыздар, қазір сундук ашасыздар ғой, мысалы 6 ключ жинап сундук ашасыздар ғой. Сол кезде ештеңе шықпай қалады. Негізінде бірінші лампочка шығу керек, екінші ақша шығу керек. Ал кей кездер болады, лампочка шығады да, екінші рет ашқан кезде сундукта пустой, ештеңе шықпай қалады, реклама шықпай, просто ақшаңыз күйіп кетеді. Сондай кездер болып қалады. Және де сол бірінші всегда ойынды мысалы кіріп қайтып шығасыздар, ойынды өшіріп тастап қайтып кіресіздер ғой, всегда лампочка шығады. Бірінші лампочка шығады, содан кейін ақша шығады. Бірінші лампочка, сосын ақша шығады. Ал лампочка шыққан кезде мысалы рекламаны көрмей жауып тастаңыздар болады, себебі лампочка бізге керек емес. Менде қазір 7 жиналып қалды. Мысалы сандықты ашқан кезде бірінші реклама шығады. Рекламаны X басатын болсаңыздар, сіздерге ешқандай награда бермейді. Сол себепті де бірінші реклама шыққан кезде X басып жауып тастасаңыздар, сіздерге лампочка бермейді. Ал екінші рет ашқан кезде ақша шығатын уақытта обязательно рекламаны соңына дейін көру керексіздер. Себебі реклама до конца біткеннен кейін ғана сіздерге наградаларыңызды береді. Ал енді өздеріңіз шешіңіздер. Мысалы мен 1 сағатта қазір 50 рубль жинадым. Бірақ бұл әрқашан бұндай болмайды, себебі бұл қиындай береді. Мысалы қазір маған бір сундуктан 3 рубль, 4 рубль, 1,5-2 рубль шығып жатса, ал 200 рубль жиналғаннан кейін уже жай қиындай береді ойын. Себебі аз ақша шығатын болады, және де сундуктардан ақшалар редко шығатын болады, көп лампочка шығатын болады. Солай ойын қиындай береді. Басында бұл просто ақша тез жиналады, ал ары қарай уже жай жиналатын болады. Бірақ 500 рубльға жеткеннен кейін сіздерге бетонный ақшаларыңызды шығарғызып береді. Және де 500 рубльға примерно 3-4 аптада жетуге болады, күніне 2 сағат ойнап. Дәл қазір мен 1 сағат ойнадым, 50 рубль жинадым. Бұл жерде доллардың значогы тұрғанымен негізі ақша рубль. Сол себепті де өздеріңіз шешесіздер. Және де мен ендігіде де осындай ойындарға видео түсіріп, және де 1 сағат емес, ендігіде 5 сағат немесе 1 апта тоқтамай ойнап көрсетсін десеңіздер, осы видеоны WhatsApp-тан достарыңызға, Instagram-нан, WhatsApp-тан достарыңызға аямай таратыңыздар. Және де каналға 1000 подписчик жиналған кезде мен күніне 5 сағаттан тоқтамастан 1 апта бойы ойнап көрсететін болам. Және де сол 1 аптада ақша шығаруға бола ма, болмай ма, оны көрсететін болам. Ал енді осы каналға
тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.